Айгүл, бізде бүгін сұрақ жауап. Сізге сұрақ, Айгүлдің әділетке сезімі бар ма дейді. Не деген сұрақ жауап болды? Кеше айтып кеттім ғой. Не деп айттыңыз? Жоқ дедім. Мен көңілім қалған дедім. Көңіл қалғанда енді Өкпелеп жүрсіз. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде жұма, әдеттегідей жұма күні бізде сұрақ жауап айдары. Кез келген сұрақтарыңызды қойыңыздар, біз сіздерге жауап береміз. Аңладика. Жақсы. Ана жалпы гүл тақырыбы шығып жатыр ғой. Иә. Саған сөз салса жігіт қанша гүлмен сөз салу керек? Негізі маңызды ма саған гүлдің саны? Мен айтайын ба, жігіт өз ниетімен, шын жүрегімен сыйласа. Мен сұрады екен деп алып беру, эмоция сыйлау. Енді құрметті оқырман, сіз де қызықсыз. Мысалы, Айгүл жақсы көрсе де, я сезім бар, жақсы көрем деп айтпайды ғой. Ішінде бұл қыздың бәрі. Е? Болмайды ол. Шынайы эмоция ол аяқ астынан берілген сыйлықтар, аяқ астынан берілген гүлдер. Бастысы бақытты болсам болды маған. Соңғы жігіттен қашан гүл алдың? Осы жақында кеше ғана оқырманымнан алдым. Жігіт баласынан. Оқырман жарайды ғой. Сирен алғам. Сырттан жіберген білмеймін кім екен. Ал достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Енді кеше сәл сырқаттанып қалайын дедік та, бірақ тез-тезден емделіп, бүгін эфирдамыз. 14:30-да көріңіздер бізді. Мен де жаңалық сол. Осы апта тойдамыз. Жақсы жаңалықтарымыз да бар. Сіздермен бөлісіп отырамыз. Реакция жіберіп, ответ жіберіп, сәттілік тілеп отырыңыздар. Күндеріңізге сәттілік. Жан. Біз қайда шықтық? Үшеуміз шықтық біз. Қайда шықтық? В общем, бұл кісіге Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Сөйлеп шықпады, сұрсқа бір екі күн оқып. Жұма қабыл болсын. Сол бет ашарағына ұнау құдалық болып өстіп, енді ес жинап отыр. 2 күн капельница қойып кетті соған қазір. Шай ішіп капельница алайын деп жатқан жайымыз бар.